Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз өсімдіктердегі фотопиретизм. Фотопиретизм өсімдіктердің жарық пен қараңғының тәуліктік ырғағына реакциясы. Бұл құбылыс 1920 жылдан бастап зерттеле бастаған. Фотопиретизмнің жарықтың тәуліктік ырғағына организмнің реакциясы дедік қой. Сондықтан күн мен түн жарық күн ұзақтығы мен қараңғының түн ұзақтығына тәулік бойы ара қатынас өсу мен дамуына әсер етеді. Бұл енді фотопиретизм ұғымы өсімдікке де жануарларға да тән қасиет болып келеді. Өсімдіктердің өсу жағдайы, әсіресе гүлденуі, ол жеміс беруі, бұл мезгілге тығыз байланысты болып келеді. Сондықтан өсімдіктердің фотопериодтық топтарға бөлуге болады. Оның гүлденуіне байланысты, жеміс беруіне байланысты. Бірінші ұзақ күндік өсімдіктер, қысқа күн өсімдіктер, бейтарап өсімдіктер деп үшке бөлуге болады. Жаздың басынан гүлдеп, күзге дейін жеміс және тұқым пісіп жетіледі. Мысалы, астық тұқымдар, қарабидай, сұлы, негізгі бұлар қоңыржай полярлы мекенде кездеседі. Қысқа күндік өсімдіктер жаздың соңында гүлдейді. Мысалы, астралар, бақыт гүлдер өсімдіктің субтропикаға жақын облыстарда таралған. Бейтарап дегеніміз күн ұзақтығына қарамастан гүлдей беретін өсімдіктер болып келеді. Өсімдіктің жапырақ қабылдау мүшесі болып келеді. Фотопиретизм нәтижесінде өсімдікте әртүрлі мүшелерінде фитогормондар түзіледі. Фитогормондар өсімдіктің өсу мен дамуын реттеп береді. Фотопиретизмнің әсерлері гүлденуге, түйіндеуге, тамыр жеміс беруге, тыныштық күйге сақтауға зор рөлін атқарады. Фотопиретизмнің маңызы өсу мен даму, өсімдіктердің дамуын реттейді, бейімделеді, өсімдіктер қоршаған ортаға бейімделуге пайдасы бар. Өсімдіктердің өнімділігін арттыруға мүмкіндігі зор. Әртүрлі селекция жүргізуге зор мүмкіндігі болады. Фотопиретизмнің практикалық маңызы да зор болып келеді. Жасанды жарықтандыру арқылы күн ұзақтығын арттырып, жыл бойы көкөністерменен сәнді өсімдіктерді, мол өнімдерді алуға болады. Бұл жерде міне жасанды жарықтарымыз бар. Жарықтарды да біз қолданамыз. Фотопиретизм пайдаланып өсімдіктердің өсуі мен дамуын осылай реттеп отыруға болады. Осыменен селекция жұмыстарын жүргізуге болады. Фотопиретизмнің зерттеу біздің жаңағы зертханамыз бұл жерде көріп. Балалар, сабағымызды қорытындылай келе, маңызды құбылыс екенін фотопиретизмді ұмытпауымыз керек. Бұл ғылыми және қызықты зерттеулер объектісі ретінде қарастыруға болады. Ауыл шаруашылықта кеңінен қазір қолданып жүр. Болашақта фотопиретизмді зерттеу арқылы әлі көптеген жұмыстарды жүргізуге болады.